Екінші сыныптың қазақ тілі бірінші бөлімі бойынша көрнекіліктер жинағы жасалып шықты. Ең бірінші басында сөйлеу дегеніміз не? Ауызша сөйлеу, диалог және монолог деген тақырыптарға монолог. Бұл ереженің барлығы осы А3 плакатта ламинатталған, барлығы да қамтылған ішінде. Одан кейін төртінші сабақта біз у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы дегенді өтеміз екен. Оған осындай барлық ереже, осында берілген барлық ереже осы жерге мысалдарымен бірге қай кезде дауысты болады, қай кезде дауыссыз болады, барлығы осы жерде жасалып шықты. Бұл А3 форматындағы плакат, ламинатты. Және де 2 сабаққа берілген екен. Одан соң и қысқа и әріптерінің жазылуы дегенде де осындай А3 форматты плакат дайындалып шықты. Бұны тақтаға іліп қойып, үнемі балалардың алдына көрініп тұрса, және де ережелерге көрініп тұрады. Ереженің барлығы оқулықтағы ережелермен сәйкес келеді. Бұл өте таптырмас көрнекі құрал. И дыбысынан кейін біз я әрпінің жазылуы және ю әрпінің жазылуы дегенде осындай А4 форматында, бірақта липучкалы ойын берілген мінекей. Бұл 4-1 және барлық мысалдармен оны оқушыларға осылайша таратып беруге болады. Қою дегенде суреттермен анық көрсетілген. Бұл өте ыңғайлы және өте тамаша көрнекілік. Ю әрпінің жазылуынан кейін дауыссыз дыбыстардың түрлері дегенде дәл осы оқулықтағы кесте бойынша берілген осындай А3 форматты плакат. Одан соң біз дауыссыз дыбыстардың түрлерінен кейін дауыссыз П мен Б деген өтеміз екен. Оған мысалдарымен бірге осындай А3 форматты плакат. Дауыссыз П мен Б-дан соң Қ мен дауыссыз Қ мен Ғ. Қай кезде мына Қ дыбысы жалғанған кезде сабақ, сабағы деп өзгереді, барлығы көрсетілген, өте әдемі. Одан соң біздің өтетініміз К мен Г дауыссыз К мен Г-ге де осындай А3 форматты плакат. Дауыссыз К мен Г, дауыссыз Л мен Р. Бұл плакаттар кейбіреулерін өзім дайындағандықтан бұл еш жерде. Мысалы, мына плакаттарды өзім дайындадым, сондықтан бұл еш жерде жоқ әзірше. Л мен Р дегенде ережесімен бірге барлығы мінекей. Мысалдарымен бірге барлығы осында қамтылған. Л мен Р-дан соң біз дауыссыз Н мен Ң-ды өтеміз екен. Н мен Ң-ға да осындай А3 форматты плакат дайындалып шықты. Одан соң дауыссыз дыбыстардан соң біз мәтін дегенді өтеміз. Мәтін дегенде бұл менің жұмысым емес, бірақ та осы жинақтың ішіне кейбір біреулердің көрнекілік жасайтын адамдардың жұмыстары енгізілді. Қараңыздар, мәтін деген бұл мәтіннің ережесі және мәтін қандай бөліктерден тұрады. Мысалы, мәтіннің басы, негізгі бөлімі, соңы. Бұл жерде 2 тақырыпқа берілген тақырыптың барлығы осы бір А3 плакаттың ішіне кірген. Мәтіннің құрылымдық бөліктері деген міне тақырып көріп отырсыздар. Және де мәтін және оның түрлері дегенде де мінекей осындай әңгімелеу мәтін, сипаттау және пайымдау мәтіні осындай плакат дайындалып шықты, шығарылды. Және де біз сөйлем дегенді өтеміз. Сөйлемнің және түрлері әрқайсына мысалдар келтірілген. Осындай әдемі плакат дайындалып шықты. Одан кейін біздің өтетініміз сөйлемдегі сөздердің байланысы дегенді өтеміз екен. Сөйлемдегі сөздердің байланысына осындай 25 карточка дайындалып шықты. Оған осындай жазып кетіретін фломастер көмекке келеді. Мысалы, жайлауда уақытымыз қызықты өтті. Жайлауда өтті, оқушылар жазады. Қызықты өтті, уақытымыз өтті. Осылай сызады және оны кетіріп бірнеше баламен алмастырып, топтық, жұптық, жеке жұмыс ретінде де беруге болады.